Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеомда мен сіздерге қарапайым картоннан пластилиннен жасалған вулканның бейнесін жасап үйрететін боламын. Егер видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осындай картон керек. Картоннан бір-біріне жалғап вулканның бейнесін жасап алатын боламыз. Және астына подставка ретінде 50-50 сантиметр пеноплексті қалтқыны алатын боламыз. Ол пеноплекстің бетін жер қылып жабу үшін жасыл түсті фетрмен, ыстық клеймен жауып шығатын боламыз. Міне осылай жасыл түспен жауып шықтым. Бұл бізде жердің бейнесі. Және картонымызды жабыстырып алып, осы воздушный пластилинді барлығын бірге езіп араластырамыз. Осылай араластырған кезде осындай түс шықты. Бізде соны қолымыздың көмегімен үзіп осы картонымызға жабыстырып шығатын боламыз. Және қызыл, сары, оранжевый түстерді пайдаланып, вулканнан атқылаған оттың бейнесін бейнелейтін боламыз. Және воздушный пластилин ішінде кіртігі бар. Осындай пышағы болады. Сонымен вулканға осындай кіртіктерді салатын боламыз. Міне жан-жағын осылай қылып істедім. Вулканнан атқылап атқан отты осылай жасадым. Және ашық, қанық, жасыл түсті фетрлардан талдың бейнелерін қиып, артына зубочистка қадап, жан-жағына жабыстырып шығатын боламыз. Осындай рулонның ортасында картон алып, вулканымыздың ортасына ыстық клей арқылы орнататын боламыз. Үстіне 100 теңгелік осындай өзі жанатын свеча бар, батарейкамен. Соны вулканның отын бейнелеу үшін пайдаланатын боламыз. Міне осылайша бойын сәйкестендіріп өзіңізге арнайылап қиып алатын боламыз. Міне жабыстырып алдым. Енді свечаны да осылай қоя салатын қылып реттейтін боламыз. Алып салуға ыңғайлы қылып, және таяқшаға сымды орап, вулканнан шығып тұрған түтіннің бейнесін бейнелейтін боламыз. Міне осылай жабыстырып алдық. Және сыртына осындай синтефон жабыстырып шықтым. Сол кезде бұл түтіннің бейнесін бейнелеп шығардық. Енді жан-жағын әсемдеу үшін осындай шишкілерді, талдардың бейнелесін бейнелеп жабыстырып шықтым. Өте әдемі болып шықты. Бұл көзбен көргенде өте үлкен. Өзіңіздің қалауыңызға қарай үлкен немесе кіші қылып жасап берсеңіздер болады. Егер видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі пайдалы видеолармен бөлісетін боламын.